Hey girl, hey girl, oh. Girl, I just don't wonder, I still don't wonder if you take me inside, yeah. No, I just don't wonder. Жігіттің сабаздары. Жігіттің сабаздары. Бұл не өзі? Айттым ғой саған. Күн сайын бұрын ойыңа да кірмеген рахатқа бөленіп өмір сүруіңе болады. Чанди, сен маған рухы күшті адам болып көрінгің келеді, ал өзің кез келген ұсақ түйекке таң қаласың. Осы да ұсақ түйек пе? Ал сезімге беріле бастаған екенсің, онда басты мәселеге көшсек те болатын шығар. Басты мәселеге? Сен қазір не істегелі тұрсың? Шешпе. Не істеп тұр мынау өзі? Шешпе киіміңді. Осыдан шешіп көр, өлтірем. Айттым ғой саған шешпе деп. Шешпе дейм саған. Өлтірем қазір. Ақымақ. Шешпе дейм саған. Ақымағым-ай. Өлгің келіп тұр ма? Қане, бер кел, ақымағым. Неге қорқытасың мені? Көчөнпе. Қозғалма. Тыныш тұр. Не болды? Қозғалма дейін. Не болып қалды, айтсаңшы. Аяғыңның астында жылан жатыр. Жылан. Тұр аяғыңның астында. Жылан дейін саған. Жылан. Шынымен, жыланнан жек көретінім жоқ. Ах, оңбаған. Өзің жақсы жүгіреді екенсің. Көчөнпе, қаш тезірек. Не болып кетті? Қашсаңшы, тезірек. Ах, сені ме? Ханым, міне сұраған сусыныңыз. Ана жерге қойыңыз. Жарайды. Тәбетіңіз ашылсын. Шайлық алыңыз. Рахмет сізге, ханым. Тоқтаңыз. Иә, ханым. Егер уақытыңыз болса, мына кремді жағып жіберуге көмектеспес пе екенсіз? О, мұндайдың нағыз маманымын ғой. Апа! Асханадағы ағай, егер тауық алмайтын болсаңдар, онда келіп қол шатырды алып кетемін дейді. Не дейді? Бір тауықтың бағасы біз үшін 3 самгетан сорпасының құнымен бірдей ғой. Солай емес пе? Ақылды балақайым менің. Келші құшақтайын. Келе ғой, келе ғой.
Көмектесейін бе саған? Қажеті жоқ. Әрине, сенің терің тура жас сәбидің терісі сияқты. Айтасың ау. Чанди. Чанди. Ей, болды, шық тезірек. Чанди. Жетер енді. Не болды саған? Не болды? Чанди. Чанди. Не? Не болып қалды? Чандиге бірдеңе болған сияқты. Сіңірі тартылып қалған жоқ па екен? Чанди. Чанди. Чанди, көзіңді ашшы. Ашсаңшы. Не болды? Есің кірді ме? Иә, президент ханым. Чөнпе. Қайда кетті? Кешкі сағат 5-те чартерлік ұшақпен Маржан аралдарына ұшып кетті деп хабар алдым. Не үшін кетіпті? Демалыс күндері тынығайын деген шығар мүмкін. Түсінікті. Тоқтаңыз. Қасында кім бар екен, білдіңіз бе? Сол баяғы F4-тегі достарымен бірге көрінеді. F4-те. Атаман мен оның командасы болып ойнауды қашан қояр екен бұлар? Бара беріңіз. Көмектесіңдер! Апа, әке! Көмектесіңдер! Осындай мықты жігіттің жүзе алмайтыны несі екен? 8 жасында суға батып кете жаздаған. Не? Бала кезінен бері оны әке шешесі емес, басқа кісі тәрбиелеп өсірген. Әрі күтушісі, әрі шопыры. Ол қылмыскер болған ба?
бір күні соңына түскен қуғыншылардан қашып келе жатып машинасы өзенге құлап кетіпті. Сонда ол? Иә, сол бала осы, Чунпё. Бәрі жақсы ма? Осының бәрі біз үшін бе? Сендер үшін біраз тырысқаным ғой. Біз үшін емес, басқа біреу үшін шығар мүмкін. Не болса да бәрі бір емес пе? Түрінің өзі тәбет шақырады екен. Қайда? Бәрін жеп қой. Сен мені маймыл деп тұрсың ба? Мұның бәрі денсаулыққа пайдалы, сондықтан тауысып қой. Үйдегідей қайдағы бір жәндікті жей берсең, сіңірің тартылмағанда қайтетін едің. Ол қандай жәндік? Жай айтқаным ғой. Жүзумен айналысатын спортшының суға кетіп қала жаздағаны қалай? Кез келген адамның сіңірі тартылып қалуы мүмкін ғой. Сіңірің тартылды ма, жоқ па, әйтеуір сенің ауырып жатқаныңды көргім келмейді, сондықтан жақсылап тамақтанып алыптың ба? Же ғой. Қалың қалай? Әлгі сұлу қыз келген жоқ па? Мынаны сүйген қызыңа бер. Мұнаның бәрін жегел тұрсың ба? Чунпё семіз қыздарды жақтырмайды. Не? Сөмкеңе бір пижамамды салып қойғанмын, сол тарлық етпесе семізге жатпайсың. Пижам? Ол қазір Кымчандиге ғашық болып жүр. Бірақ ол қыздың мінезі шатақ, бүгін түнде біраз қиналатын шығар. Не айтып тұрсың? Бір рет беті қайтып қалған жігіттің жігері жаси береді. Ойлан, егер сенен де көңілі қалса, онда ренжітпеуге тырыс онда. Не айтып тұрсың өзі? Каал, әлде біздің Чунпё ұнамай ма саған? Жоқты айтпаш. Тыңда, менің де өз талғамым бар. Онда неге Чанди мен Чунпёның арасында міндетті түрде бірдеңе болады дегенге қызараңдап шыға келдің? Мүмкін сен Каал құрбыңа Кымчандиге ғашық шығарсың? Жай, Чанди басқа жігітті ұнатады. Ей, Сой Джон, бері келші, тездет. Тездет.
Думанды бастайық. Күчімпе, байқа. Тым масаттанып кетіп жүрме. Бұл неге сонша кешікті? Ей, мен сені есіңнен танып қалдыма десем, неге есікті ішінен жауып алғансың? Көпке дейін ашпай қойғаның не? Сен бе? Мұнда не қылып жүр? Бұл сенің бөлмең емес, менікі. Бұл менің бөлмем, білесің бе? Мен олай демес едім. Онда не үшін келдің мұнда? Менің себепсіз жүргенімді қашан көріп едің? Себеп? Иә, ол қандай себеп? Сен мұнда маңызды нәрседен айырыласың. Айырыласың? Айырыласың. Қалай? Қалайша? Күчімпе, мұны қалай түсінеміз? Мынау саған жарасып қалады екен. Осыны сыйлау үшін келдің бе? Әрине. Ал сен тарпа басталады деп ойлап едің. Мен өзімді жақтырмайтын қыздарға тиіспеймін. Ұйықтар алдында есікті дұрыстап жауып ал. Жылан кіріп кетіп жүрер. О, Құдайым. Ұйықтап қалдың ба? Кай, ұйықтап жатырсың ба?
Лаванда гүлі ненің белгісі екенін сен білесің бе? Міндетті түрде бақытты боласың. Сондықтан да оны жақсы көретін адамға ғана сыйлайды. Демек, өзің де біледі екенсің ғой. Бүгін ғана білдім. Ол екеуміз осында жиі келетінбіз. Ол гүлді ұнататын, моншақ сияқты деуші еді. Уақытты көңілді өткізген шығарсыңдар. Әрине, солай. Ал сосын не болды? Ана жолы неге маған соңынан жүгір дедің оның? Өйткені Түсіндім. Жігіт ретінде түкке тұрғысыз екенмін. Өздігімнен ештеңе істемей, өзімнің қаңыраған пәтерімде соны күтіп отыра беріппін. Не деген ақмақтық дейші. бірақ онымен бірге болған кезінде өзіңді бақытты сезінген шығарсың. Бар салмақты сүйген қызыңның мойнына артып қоюдың не екенін білмейсің ғой. Қолыңнан түк келмейтін боз өкпе екенсің деп өзің айтқан жоқ па едің? Ұмытып қалған жоқсың ба? Мен сенен естігем сол сөзді. Ол кезде Дұрыс айтыпсың. Мен бір қызды ұнатып қалғам. Бірақ қолымнан түк келмейтін адам емеспін бе? Үндемей жүре беріппін. Нағыз боз өкпемін. Мынаны ал.